Жақында Дженнифер Лопес Apple Night деп аталатын әлемдік турнесінің кестесін жариялады. Біріккен Араб Әмірлігі, Түркия, Египет пен Италия елдері жазылған тізімге Орталық Азиядан Қазақстанда іліккен екен. Билеттер онлайн сатылымға шыққаны сол еді, сайт қолданушыларының саны 3 есе артып, 50 мың адамға жеткен. Салдарынан сервис уақытша істен шығып, бір билетті бірнеше тұтынушы иеленген. Со всей ответственностью признали свою ошибку техническую. Техникалық қателіктерді мойындай келе, әр сатып алушымен жеке келіссөз жүргіздік. Біз сатып алушылардың орнын ауыстырғанымыз үшін тіпті өзіне тиесілі орыннан 1-2 орынға ғана жылжығаны үшін де билет құнының 50%-ын қайтардық. Сондай-ақ бір билетті бірнеше адам сатып алғанын байқадық. Сол себепті кейбіріне өзі сатып алғаннан да жоғары санаттағы орындарды ұсынамыз. Мәселен, стадионның шеткі секторларындағы 40 мыңның билетін алғандар 90 мың тұратын танцпол билетін бастапқы бағада алады. Бірақ бұл ұсыныспен келіспеген тұтынушылар да болған екен. Би алаңын місе тұтпағандарға компания тағы 50% жеңілдік жасаған. Осылайша ғаламдық жұлдыздың кей жанкүйерлеріне 90 мыңның билеті небәрі 20 мыңға бұйырған, ал орын жетпей қалған сатып алушыларға 2 есе көлемдегі өтемақы төлемек. Шара қалталы азаматтардың демеушілігімен ұйымдастырылады екен. Қазынадан көк тиын да жұмсалмағанмен, жауапты сала мамандары ел экономикасына пайда әкелетінін анықтаған. J-Lo концерті мен әлем фестивалінен біз 8,5 миллиардтай хорика саласына пайда түседі деп ойлаймыз. Оның ішіндегі 6,5 миллиарды концерттен. Сонымен бірге біздің компаниямыздың мемлекет бюджетіне төлейтін 400 миллиондай салығы бар. Жалпы айтқанда, қазіргі таңда да осы концерттердің әсерін көріп отырмыз. Мысалы айтқанда, Астана қаласындағы 31 шілде мен 2 тамыз аралығында қонақ үйлердің көбісінде орын болмай жатыр. Шараға тыңғылықты дайындалып жатырмыз деген мамандардан әртістің райдері жайлы сұрап, қандай талаптар жазылғанын білмек болдық. Шамамен 100 адамдай келеді, оның ішінде әртістің әншілері, бишілері, көмекшілері және де техникалық мамандар бар. Иә, райдер берілген, райдердің ішінде толықтай түгел талаптары жазылған, сипатталған. Соның ішінде сахна бойынша қонақ үйлер, транспорт, бүкіл логистика және де қауіпсіздік талаптары жазылған. Негізінде айтқанда тек қана әртістің талаптары жоғары емес, түгел келетін команданың да талаптары өте жоғары. Ғаламдық жұлдызды Қазақстанға шақырудағы басты мақсат елге шетелдік меймандарды тартып, туризмнің тасын өрге домалату. Ұйымдастырушылар бастапқыда осындай мәлімдеме жасап, 15 мың адам күтілетінін айтқан еді. Жоспар қаншалықты іске асып жатыр? Арнайы зерттеу нәтижесінде біз сатқан тикеттердің шамамен 1500 шетел азаматтары сатып алғанын анықтадық. Ол алыс жақын 10 елдің тұрғындары. Бірақ бұл тек осынша турист келеді деген сөз емес. Себебі бізге 30 мың орынның сатылуға тек 19 мыңға ұсынылды. Танымалды көзімен көріп, әнін жанды дауыста тыңдағысы келгендер алыпсатарлардың құрбанына айналып жатады. Осындай жағдайдың алдын алу мақсатында жауапты компания мынадай шара қолданған екен. На данный момент билетов ни у кого на руках нет. Қазір ешбір сатып алушының қолында билет жоқ. Демек, ешкім билет сата алмайды. Біз тұтынушылар көрсеткен номер мен почталарына ваучер жібердік. Егер хабарландыруда біреу ваучер сатып жатқанын көрсеңіз, мына дүниені ескеріңіз. Біріншіден, оның қолында билет жоқ. Екіншіден, алыпсатар бір ваучерді 20-30 адамға жіберуі мүмкін. Билеттерді тек шараның басталуына санаулы күн қалғанда ғана жолдаймыз. Келушілерге барлық жағдайды жасап жатырмыз.